Ал ағайын, мына сіздер қара шахзадан қайдан алдың деп сұрап жатырсыздар ғой. Бұл Өзбекстаннан келген жұмыртқа бұл. Шыршық па, немесе чыназ ба, сол жерден алдырттым. Жалпы негізі мен өзім Шымкентте кәсібім бар. Жаңағыдай балық сату, балықты қуырып сату, ол бойынша тағы да қызық болса бір күн айтып беремін. Жалпы сол балық ауылға барған кезде оптовыйдан осы чыназдан бір кісі келеді балық ауылға. Сол акелет тасиды, общем, сондай деген оптовик. Сол кісіге өтініш жасап едім, осындай сіздерде қара шахзада бар екен, жұмыртқасын алдырып бересіз ба дедім. Сонымен тауыққа қызығасың ба деп екеуміз шамамен әңгімелесіп қалдық. Сол кісі арқылы осы қара шахзадаларды алдырттым. Бұл уже екінші партиясы. Бірінші партиясынан анау үлкендерден қалған. Қарауында жүр ғой. Оны бірінші партиясы келген кезде осы жақта туысқандар бар екен. Соларға ашып бердім. Солардан қалғанына мына жүргендер қап-қара тауық болады екен. Мен айтамын да, төстер ақ қой десем, бұлар кейін өскен сайын қап-қара болады екен. Өзбек ағайындар бұны қара шахзада деп айтады екен. Алдым көрген, тоже тауықтары түрлері әдемі, бойлары да жақсы. Мына қызыққандарға мұның жауабы осы Өзбекстандікі қара шахзада. Енді өзі қара шахзада ат қойып алғанмын, именно қандай порода екен білмеймін, мен шынымды айтайыншы. Австралорд дейтін кезде оған келмейді. Ошым, мына осы. Егер қызыққандар болатын болса, сатылымға бар қара шахзададан. Жұмыртқасы керек болса, оны да алдыртып бере аламын. Бұл мынандай болған, негізі. Так. Мен 30 ба заказ бердім бірінші. Шекарада тексереді екен ғой, сол кезде 10 жарып тастапты, шекарадағылар ше. Ішінде наша бар дейм, бірдеңке бар деп. Әрбір жерінен алам, жарам деген екен. Жарайды, мақұл деп жарғызған. Ошым 10 жұмыртқаны жатып тастаған ғой. Мына жерде қазір одан маған 20-сы келді. Мен 20-ның ішінен 11 ашылды ғой. 11 ашылды. Оның үшеуі ошым өліп қалды. Шыққан кезде ше. Қалған осы 8. Осы екінші партиядан. Міне осы ағайын қара шахзада бойынша.